Еліміздің қоғамдық саяси өміріндегі маңызды күн бүгін Қазақстанда ел болашағы үшін маңызы зор саяси науқан өтіп жатыр. Бұл әр азаматтың өз таңдауын білдіріп, ел дамуына қатысты азаматтық ұстанымын танытатын маңызды кезең. Шаһардағы Толыбеков атындағы номері 3 мектеп лицейінде орналасқан номері 200 сайлау учаскесі де өз жұмысын бастады. Сайлау учаскесіне келген тұрғындарды мұнда ерекше жаңашылдық қарсы алуда. Кіреберісте роботтар сайлаушыларға учаскелерін табуға бағыт-бағдар көрсетіп, дауыс беру тәртібі бойынша ақпарат беруде. Заманауи технологияның қолданылуы тұрғындарында қызығушылығын арттырған. Сондықтан баршаңызды сайлауға белсенді түрде қатысып, өз таңдауларыңызды саналы түрде жасауға шақырамын. Әрбір дауыс маңызды, әрбір дауыс құнды. Құрметті сайлаушылар, номері 369-шы сайлау учаскесіне бару үшін оңға бұрылыңыз. Номері 200-шы сайлау учаскесіне Дауыс беру басталғаннан бері учаскеге келушілердің қарасы қалың. Мұнда барлығы 1113 сайлаушы тіркелген. Олардың дауыс беру құқығын жүзеге асыруына қажетті жағдай жасалған. Ал сайлау процесінің ашық әрі талапқа сай өтуін 8 бақылаушы қадағалап отыр. Сонымен қатар учаскеге келе алмайтын азаматтардың да таңдауы ескерілген. Қазіргі уақытта үйден дауыс беруге 6 адам өтініш білдірген. Бұл олардың да азаматтық құқығын жүзеге асыруына мүмкіндік береді. 2026 жылдың 23 тамызы еліміздің саяси тарихындағы маңызды күн. Бүгін Қазақстан Республикасының тарихында тұңғыш рет бір палаталы парламент құрылтай депутаттарының сайлауы өтуде. Сайлау учаскесінің басты міндеті ол сайлау процесін заң талаптарына сәйкес ұйымдастыру. Әрбір азаматтың дауыс беру құқығын қамтамасыз ету, сонымен қатар дауыс құпиялығын сақтау, мынау сайлау учаскесінде тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау болып табылады. Сайлау ол тек адамның таңдау жасауы ғана емес, ол еліміздің болашағына деген үлкен азаматтық ұстанымды білдіреді. Нөмірі 200-ші дауыс беру учаскесінде 1113 сайлаушы тіркелген. Таңғы сағат 7-ден бастап сайлаушылар белсенді қатысып жатыр, өздерінің азаматтық ұстанымдарын білдіріп жатыр. Әрбір дауыс маңызды, еліміз аман, таңдауымыз тұғырлы болсын. Сайлау учаскесінде дауыс беру процесі белгіленген тәртіппен жалғасуда. Әрбір азаматтың таңдауы елдің қоғамдық саяси өміріне қосылған үлес. Сондықтан бүгінгі науқан тұрғындардың белсенділігі мен азаматтық жауапкершілігін танытатын маңызды кезеңге айналып отыр. Сайлау учаскесіндегі жұмыс күні бойы жалғасады. Тұрғындар өз таңдауын жасап, ел болашағына қатысты азаматтық ұстанымдарын білдіруде. Арайлым Кенжебек, Сабыржан Каратаев, Диас Шелдербаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.